Саламатсыздар ма, құрметті ата-аналар? Бүгін сіздермен балалардың денсаулығына витаминдердің, дәрумендердің пайдасы туралы шағын ақпаратпен бөліскім келіп отыр. Жалпы дәрумендердің адам организміне пайдасы: энергия өндіреді, иммундық жүйені нығайтады, жүйке жүйесін тыныштандырады, шаш, теріні, сүйектерді қалыпқа келтіреді, бұлшықеттердің беріктігін сақтайды. Дәрумендер ағзаға өте көп мөлшерде керек болмаса да, оның денсаулыққа айтарлықтай зияны бар, дәруменнің жетіспегенінің. Дәрумендер ағзаның қалыпты жұмыс істеу үшін қажетті биологиялық белсенді заттар. Олар дұрыс метаболизмге ықпал етеді, өнімділікті, төзімділікті, инфекцияға төзімділікті арттырады. Денеде дәрумендердің жетіспеушілігі гиповитаминоз тудырады. Ал витаминдердің артық болуы гипервитаминоз деп аталады. Дәрумендердің өзі екі топқа бөлінеді: майда еритін және суда еритін болып. Майда еритіндер А, Д, Е, К витаминдері жатады, ал суда еритіндерге С витамині, В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12 витаминдері суда еритін витаминдер болып табылады. Денеге ауыр күш салу, стресс, ауру, сапасыз тамақтану кезінде денеге әсер ететін жағымсыз факторларды жеңуге витаминдердің ықпалы өте зор. Азық-түлік құрамында дәрумендердің арқасында біздің денеміз өзіне өмірлік белсенділігін сақтайды, денсаулығын сақтайды. Қыс-күз мезгілдерінде витаминдерді көбірек ішу керек. Себебі күн, табиғи өнімдер, балғын жеміс-жидектердің қоры ол кезде аз болады. Ал жазда көптеген қоректік дәрумені бар. Жемістер, көкөністер, жидектер, табиғи дәрумендер алатын маусым болып табылады. Мысалға, біздің организміміз Д витаминін күн сәулесінен алады. Ал С витамині ол көп мөлшерде мүмкін, адам ағзасы оны жинауға көп мүмкіншілік жоқ. Оны күнделікті тағамдық рационы, тағамның құрамынан аламыз. Мысалы, біздің балабақша сол С витаминін күнделікті балаға С витаминизация жүргіземіз. Оны компотқа, кеселге қайнағаннан кейін оны суытып, бұл тағамдарды 15 градусқа дейін суытып, қосып, балаларға күнделікті С витаминизациясын жүргізіп отырамыз. С витаминизациясының жақсы, толық пайдаланған балалар салқын тиюден, суықтан өзінің организмін қорғай алады. Түрлі инфекциялық аурулардан қорғайды.